Ақша немесе байлықтың 5 заңдылығы. Орындауға армандарды басқада. Шыны керек, жұмыс істейміз ақшаға. Табылмаса қалтаңда бір тиының, аш қаласың, тегін емес асхана. Өмір осы, бағын мейлі бағынба, сол ақшада бақытың да бабыңда. Тұрмысыңды түзеу болса арманың, баю жолы заңдылығын қабылда. Бірінші заң желкеніндей кеменің, ақшаларды қолдың кірі демегін. Ақша сенің еңбегіңнің жемісі, еңбегіңді елден бөлек елегің. Қарап досым ақшаларға құрметпен, тиындарды көре қалсаң тере біл. Екінші заң жұмса ақшаңды есеппен. Сабақ алып қателіктен кеше өткен. Кірісің мен шығыныңды басқарып, өз-өзіңе күнде кешке есеп бер. Жұмса ақшаңды жоспар жазып жөнімен. Бұл өмірге болмас сондай еш өкпең. Ұраның ғып ұстап жүргін мәңгілік, байлық деген басталады есептен. Үшінші заң тәртіп атты атқа мін. Бұл әдетті барды салып баптағың. Әр айлықтан болашағым үшін деп 10%-ын еш жұмсамай сақтағың. Сақтай білгін 10%-ды қашанда. Аз болса да, көп болса да тапқаның. Бұл 10% орны бөлек ұрықтар, байлық атты жеміс берер бақтардың. Төртінші заң таязданбай ойларың, сақтағанды шығын етіп қоймағын. Сен табысты бола алмайсың қарағым, бағынбайтын болса егер бойдамын. Көбейтудің жолын іздеп ақшаңды, ебін білер бизнеске бойлағын. Теңге деген құралады тиыннан, деп осылай тұрсын ылғи ойда үн. Бесінші заң өмір сүргін шүкір деп. Кесірленбей болдым, толдым, пістім деп. Көмектесіп кемтарларға жетімге, елің үшін елеулі іске түскін кеп. Садақа бер, бір Аллаңды ұмытпай, әлсіретпей иманыңды шүкір деп. Сүрем десең өміріңді мәнді ғып, көмектесер осындай 5 заңдылық. 5 заңдылық қағидасы байлықтың күшін жоймас ұстанғанға мәңгілік. Байлық таңы мүмкін емес сен үшін, жүре берсең мән берместен паң күліп. Ал ұстансаң тасың өрге домалап, қиын күнін кедейліктің қалдырып, келер саған байлық атты таң күліп. Өз бақытың өз қолыңда. Бақыт, табыс, сен құраған, жасаған нәрсең. Харв Эркер, жазушы, оратор, кәсіпкер. Өз өмірің өз қолыңда. Бұл ұстанымға біреу сеніммен, біреу келіспей қарайтыны белгілі. Егер де сіз шын мәнінде өмірде өз орны бар, адамзаттың дамуына үлес қосар ұлы тұлға болуды қаласаңыз, өміріңіздің өз қолыңызда екеніне сенуге міндеттісіз. Ал сенбесеңіз, тұрмыс жағдайыңызды, болашағыңызды арманыңыздағыдай жақсарта алмайсыз. Әрине, бұл жол тікелей кедейлікке, бишаралыққа бастайды. Сіз өміріңізде өзінің бар ақшасын лотерея билетіне тігіп, сәттілік маған қашан күліп қарайды деп күтіп отырған бизнесменді көрдіңіз бе? Өздері лотерея ойнатпаса, олар оған сенбейді. Кей сәттерде көңіл көтеру үшін болмаса, табысты адамдар еш уақытта лотерея билеттерінен үміттенбейді. Неге дейсіз бе? Өйткені олар өзіне және істеп жатқан ісіне ғана сенеді. Сондықтан өркендеуге, өрлеуге, табысты болуға бет бұрсаңыз, сәттілікті өзіңізден күткеніңіз абзал. Теледидарға телміріп ұтысты армандағанша, айналаға көз салып, арман болған ақша сомасын қалай табуға болады деп ізденіңіз. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды дегенді шығарамын сөзімнен. Торайғыров. Осыдан 7 жыл бұрын атақты бизнес-тренер Бодо Шифердің семинарына қатыстым. Оңтайлы сәтті пайдаланып, Бодо Шиферден сіздің өміріңіз қай уақыттан бастап жақсы жаққа өзгерді деп көкейімдегі ойландырып жүрген сұрақты қойдым. Бодо Шифер, мен өз өміріме өзім жауапкершілік алғаннан бастап деп жауап берген еді. Тек қана бір Бодо Шифер емес, әлемдегі жетістігі таң қалдыратын миллионерлердің барлығы дерлік өз өміріне өздері жауапкершілік алғандығының арқасында сол дәрежеге жетіп отыр. Өйткені адам өзіне, өз өміріне, өз көңіл күйіне жауапкершілік алу арқылы жүрегіндегі сенімділікті арттырып, өрлеу жолына, даму жолына түседі. Ал мақсатына жету үшін өз-өзін дамыта білген адамға алынбайтын асу, берілмейтін белес болмайды. Тағдыр немесе Алланың жазғаны. Айналаға жайлап, зер салып қарайтын болсақ, әрбір екінші адам өмірінде орын алған сәтсіздігі мен
қиындығын өзімнен деп білмей қайтеміз, тағдырдың жазғанынан қаша алмаймыз ғой деп тағдырды кінәлайды. Немесе Алла саған не жазып едім деген ойлармен Алла тағаланы кінәлайды. Тағдырды, өкіметті, достарын, жақындарын кінәлайды, тек өзін емес. Есіңізде болсын, жауапкершілікті өз басыңыздан ысырып, өзгелерді кінәлау арқылы еш нәрсе ұтпаймыз. Егер де жеңімпаз болғыңыз келсе, бүгінгі күнгі сәттілігіңіз бен сәтсіздігіңіз өткен уақыттарда ойлаған ойыңыздың, қабылдаған шешіміңіздің, істеген ісіңіздің нәтижесі екендігін мойындаңыз. Кінәлі сіз, басқа ешкім емес. Арманыңызға сенбеген өзіңіз. Дер кезінде тәуекел етпеген өзіңізсіз. Істі бастап, кейін оны тастап кеткен өзіңізсіз. Денсаулығыңызды ойламаған өзіңізсіз. Ақшаны оңды-солды шашқан да өзіңізсіз. Ерініп спортпен айналыспаған да өзіңізсіз. Кітап оқуды мыжыма деп бағалаған да өзіңізсіз. Жүрегіңіздің айтқанын тыңдамаған да өзіңізсіз. Өзгеру, даму жолын іздемеген де өзіңізсіз. Ендеше болашақта болатын жайттар да сізге байланысты. Жауапкершілік алудан қашқақтамай, әрекетсіздігіңізді ақтап, сылтау айтпай, орын алған қиындықтан шығудың, өмір сүру стиліңізді жақсартудың мүмкіндігін іздесеңіз, өз сәтсіздігіңізге өзгелерді кінәлау ой-өрістің кедейлігі. Ой-өрісі кедей адамның өзі де кедей болады. Бүкіл амал мен нәтиже тікелей ниетке байланысты делінген Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың қасиетті хадисінде. Тағы да талас туындыратын тақырыптың бірі тағдыр. Тағдыр дегеніміз не? Мен сізге өзіңіз құрған, жасаған шығармашылық туындыңыз деп жауап беремін. Толығырақ айтар болсам, қанша жасқа келсеңіз де, сіздің бүгінгі тағдырыңыз өткен күндегі әрекет, әдеттеріңіздің айнасы. Бүгін кедей болсаңыз, кешегі күнгі талапсыздығыңыздың, білімсіздігіңіздің, төзімсіздігіңіздің нәтижесі. Ауру болсаңыз, ол кешегі күндердегі өзіңізді күтпегендігіңіздің, көп уайымдағаныңыздың, зиян әрекеттерге әуес болғандығыңыздың нәтижесі. Табысты болсаңыз, ол да нәтиже. Әркім өз тағдырын өзі жасайды. Аристотель. Өткен күн ұмытылған тарих, болашақ әлі ашылмаған келер шақ. Бүгінгі күн осы шақ, ол үлкен сыйлық деп Қытай даналары айтқандай, қанша тырыссақ та өткен күнді қайта әкеле алмаймыз. Болашақ әлі белгісіз. Бізге берілген үлкен мүмкіндік бүгінгі күн, осы шақ. Сондықтан болашағымыздың қуаныш пен бақытқа толы болғанын қаласаңыз, бүгінгі күннен бастап өткеннен сабақ ала отырып іске кірісіңіз. Оқыңыз, ізденіңіз, дамыңыз. Өз бақытыңыз өз қолыңызда. Әрекетте көтерілсін екпінің, мықтылардың жолын қуғып ілесіп. Өз бақытым өз қолында деп білгін, қиындықты жеңе білгін күресіп. Нәтижесі болар әрбір ісіңнің. Ойларыңа әрекетің сай келсе, себеппенен салдар заңын түсінгін. Деп ойлаймын, болады ғой, Құдай берсе. Нәтижесі болар әрбір ісіңнің. Ойларыңа әрекетің сай келсе, себеппенен салдар заңын түсінгін. Деп ойлаймын, болады ғой, Құдай берсе. Бірлікке бет бұрғын, дұрыстал. Жүректе жалыным маздаған, бойымда қуатым аспаған. Алғысын жұртымның алсам деп, мен жүрмін өмірде аздаған. Өзгеше өмірім өзгеден, көңілім көктеуді көздеген. Аман жол туылған бұл қоғам, аман жол жолымен өзгерер. Бақытым басымда бір шама, қақпамда қиындық тұрса да, шаруамның шешімін табады, бағым боп берілген бұл сана. Достарым, бауырлар, туыстар, үзілсін реніш ұрыстар. Қамшының сабындай жалғанда, бірлікке бет бұрғын дұрыстал. Бірлігі жарасқан ағайын, қашанда бақыт деп туыстар. Сыйласып, сырласып жүрейік, достарым, бауырлар, туысқан. Жігерлендіру. Кейде біз шүкір етпей наламызда, сәл суықты тең көріп қарамызға. Шүкір ет қолыңдағы барыңа бек, кемтарлар бар білсеңіз арамызда. Даналар бұл өмірді күрестейді, мықтылар бақыт бағын үлестейді. Қиындыққа шыдамай қажып жүрсең, саған байлық ешқашан ілеспейді. Шыдасаң қара тасты қазылады, ізде өзіңнен бақытты қазынаны. Жараланған денесін қасқырлар да жалап жүріп ақыры жазылады. Қиындықсыз өмір жоқ жаңалығым, рахатты армандау балалық үн.
Өмірдің қиындығы ұстазымыз, адамның шығаратын даралығын. Қайғырсаң, қиындыққа батырады, болашаққа күдіктер шақырады. Сабақ алсаң, егерде түсінумен, мықты етіп қанатыңды қатырады. Керек бізге, біз адамбыз, өз бақытын құраған. Заман көшін арман жаққа бұраған. Біз адамбыз, жүру үшін жер басып, талай мәрте жерді құша құлаған. Сәтсіздігім көбейді деп мұңайып, қиындықтар қақпамда деп жылама. Шын іздесең, істің ебін табасың, айтып өткен Эйнштейн ғұлама. Біз адамбыз, ерінбейтін, талмайтын. Жер жоқ жерде біздің аяқ бармайтын. Ойлау деген қанатымыз қырандай, күндіз-түні самғаудан еш талмайтын. Біз боламыз түсінбестен ой күшін, өзін-өзі жаман оймен жалмайтын. Мықтылар бар арамызда саналы, жағымды ойға жақсы істі жалғайтын. Мықтылармен бірге жүру бір міндет, ат жоқ шығар, аунап түгі қалмайтын. Жүрсек дағы мәз боп ойнап күліп те, көп жағдайда күдікке. Қорқыныштар толып жатыр жүректе. Қорқынышсыз адам өмір сүріп пе? Біздің міндет екеуінде жеңдіру, арман жайлы үкілеген үмітке. Армандағын ағайын, армансыздар мәнді өмір сүріп пе? Құтылсам деп қиындықтан, азаптан, кедейліктен жанға тиер мазақтан. Біз боламыз бақыт үшін күресер. Мақсат болып алдымызда ғажаптан, талпынбайтын адамдар да жетерлік. Шығу үшін ерінетін тозақтан. Намысыңды қоздырады көрпесін, бүркеп алып жатқан кезде қазақтар. Жетістігі көрінбестен асқан бір, кейбір адам сайран құрып ақсап жүр. Өрмек құрмай өмірінде ісімен, өкіметтен көмек күтіп қақсап жүр. Қиындыққа тек Құдайды кінәлап, ойланбастан талпынысын тастап жүр. Кінәлама басқаларды қазағым, өмір деген өзің жазар дастаны жыр. Біз боламыз өмір заңы осылай, деп қарайтын өзгеріске шошымай. Біз боламыз ескі әуенді ұстанып, жүретұғын жаңалыққа қосылмай. Баптайықшы әдеттерді байыппен, жол табатын сәтсіздікте тосылмай. Біз адамбыз берілетін сезімге, ғашық болған, асық болған кезінде. Шабыттанып рух күші көрінер, махаббатын шашып тұрған көзінде. Біз адамбыз эмоцияның күшімен, тоқтамайтын сабырлыққа төзімге. Сезімдеумен мұңға батып кетпейік, қазағым-ау өкінішпен езіле. Көтерілсе тәкаппар боп ісініп, біз боламыз көкірегінде күші нық. Тулап жүріп, таяқ тиіп басына, біз адамбыз жерге түсер түсініп. Өзін-өзі ұстай білер қашанда, бізге керек қарапайым кісілік. Ақшаларын жоспарламай шашатын, өзендейін арнасынан тасатын. Адамдар бар ішіп алып ішімдік, ертесінде ақшам жоқ деп сасатын. Қиналғанда қарыз алып ойланбай, қайтарарда қиналатын қашатын. Терең білім керек бізге сабырмен, артық шығын қуыстарын басатын. Ой өрістің, шын еңбектің күшімен, кірістердің кең көмбесін ашатын. Біз адамбыз бірін-бірі қолдайтын, адамдықты, тұтастықты қорғайтын. Біз адамбыз ашуланып ақырап, өзгелердің ар-намысын қорлайтын. Имандылық керек бізге жүректе, күн нұрындай бір қалыпты солмайтын. Көркем мінез керек тағы білсеңіз, бірлігіңді, тірлігіңді оңдайтын. Іскерлікке шын беріліп бас ұрып, біз боламыз аптығатын асығып, біз боламыз берекесіз ісімен жинақталмай жүре берер шашылып. Біз боламыз ұят болады деп ойлап, шын қалауын айталмайтын жасырып. Бізге керек қайсарлық пен шерақтық, беделіңді көтеретін асырып.